Осы сабақта біз көлбеу жазықтық бойымен қозғалған дененің қозғалысын қарастырамыз. Бұл тақырыбымыз жақсырақ түсініктірек болу үшін біз қазір сол қозғалған дененің 4 түрлі жағдайын қарастырамыз. Бірінші, егер дене тұрақты жылдамдықпен жоғары көтеріліп бара жатса, екінші, тұрақты жылдамдықпен төмен түсіп келе жатса, үшінші, үдеумен жоғары көтеріліп бара жатса, үдеп бара жатса, демек төртінші, қандай да үдеумен төмен түсіп келе жатса, сол 4 түрлі жағдайды қарастырамыз. Сонымен бірінші жағдайымыз, көкжиекке 30 градус бұрыш жасай орналасқан көлбеу жазықтық бойымен массасы 20 кг денені бір қалыпты жоғары көтеру үшін жазықтық бойымен әсер ететін күштің мәні қандай деп сұрап жатыр. Жазықтықтың үйкеліс коэффициенті 0,7-ге тең болса дейді, және де синустың косинустың мәндерін беріп қойған екен. Енді осы есепті шығарайық. Бірінші белгіні жаза аламыз. Сонымен бірінші есебіміз, көкжиекке 30 градус бұрыш жасап орналасқан екен, массасы 20 кг денеміз, және де үйкеліс коэффициенті бізде 0,7-ге тең. Жақшаның ішіндегілерін жазбай қояйын тақтаға. Біз қандай күшпен жоғары көтереміз? Ең алдымен біз көлбеу жазықтықты сызбалайық. Бақана ұзындау ұстасам. Так, бүйтеміз. Мынау бізде жер, мынау бізде көлбеу жазықтығымыз. Көлбеу жазықтық горизонтпен, не болмаса көкжиекпен, жермен дейді, 30 градус бұрыш жасап жатыр дейді. Енді бізге айтады, осы массасы 20 кг дене, мен енді бұны жолдың орта жағына қарай сызайын денені. Осы қандай күшпен жоғары көтерілу керек дейді. Енді біз бүйтеміз. Дене осы жазықтық бойымен қозғалғандықтан, осы жазықтықтың бойын біз x осінің бағыты деп қарастырамыз. X осінің бойы деп қарастырамыз. Осы жазықтық бізде x осінің бойы болады сонда. Енді осы жазықтыққа емес, дененің өзіне қандай күштер әсер етеді, соны біз қарауымыз керек. Ең бірінші, бұл денені жоғары тартып жатқан бізде F деген күшіміз. Мұны табу керек, F күшіміз. Және де бұл денеге тағы қандай күштер әсер етеді, соны зерттеу керек. Бұл денені төмен қарай әрқашан бізде ауырлық күш тартады. Кез келген дене, біз бәріміз жердің бетіне өмір сүреміз, сол үшін бізді міндетті түрде ауырлық күші төмен қарай тартады. Енді бұл дене тұрақты жылдамдықпен бір қалыпты V деген жылдамдықпен қозғалып бара жатыр. Есептің шарты бойынша, демек, қозғалысының бағыты оңға қарай болғандықтан, жоғары қарай болғандықтан, біздің қозғалысқа қарсы үйкеліс күші бар. Мынау жазықтық бойымен үйкеледі денеміз, сол үшін мұнда үйкеліс күші артқа тартады. Және де бұл денеміз мына жазықтықта басып қысып жатқандықтан тіректің реакция күші әсер етеді. Жазықтық тарапынан, оны біз N деп белгілейміз. Енді есеп шығару оңайлау болу үшін, осы 4 күшті X осінің бойында проекциялаймыз. Алдыңғы сабақта біз үйкеліс күшін, ауырлық күшін барлығын проекциялаған болатындығымыз. Содан біз мына нәрсені жаттап алуымыз керек. Егер бізге ауырлық күшінің проекциясы қандай осы X осінің бойында десе, біз мына формуланы айту керек. mg синус альфа. Ал егер үйкеліс күшінің проекциясы қандай дейтін болса, мю mg косинус альфа дейміз. Ал тіректің реакция күші n, оның проекциясы 0. Себебі бұл мына жазықтығымызға перпендикуляр бағытталған екен. Енді Ньютонның бірінші заңы бойынша, егер бұл дене тұрақты жылдамдықпен қозғалып келе жатырса, жалпы тұрақты жылдамдықпен қозғалды деген әңгімені естісек, не болмаса қимылдамай тұр, бір орында тұр, тыныш қалпын сақтап тұр десе, Ньютонның бірінші заңы міндетті түрде. Біздікі қазір тұрақты жылдамдықпен келе жатыр. Демек, бұл дене не үшін тұрақты жылдамдықпен келе жатыр? Себебі оны алға тартып жатқан күштер мен артқа тартып жатқан күштер бір-бірімен тең деген сөз. Сонда алға тартып жатқан күш бізде мұна табу керек F күштің өзі, ал артқа тартып жатқан үйкеліс бар, және мұна ауырлық күші де бұл денені артқа қарай сүйреп жатыр. Егер біз мұна F күшпен таппай жібересек, денеміз артқа қарай қойып кетеді. Сонда мұна F күшіміз алға тартып жатқан, артқа қарай тартып жатқан үйкеліс пен ауырлық күштеріне тең екен. Сонда үйкеліс пен ауырлық қосамыз, соған мұна біздің F күшіміз тең болу керек екен. Сонда F тең болады. Үйкеліс күшінің сразу формуласын қойып жібереміз. Мю mg косинус альфа дейміз. Ауырлық күшінің формуласы mg синус альфа дей саламыз. Бітті. Енді осы есепті соңына дейін шығарып жіберейік. F тең мю, бізде мю қанша? 0,07, масса 20 кг, g 10-ға тең. Косинус 30 градустың мәні түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең. Плюс массамыз
20, G10, синус 30 градустың мәні 2-ден 1. Енді ары қарай осы есепті шығарайық. Так, бүйтейік. 0,7-ні көбейтеміз 20-ға. 0,7 көбейту 20, көбейту 10, көбейту түбір асты 3 бізде примерно 1,73-ге тең. Оны бөлеміз 2-ге. 121,1. 121,1 плюс мұнда 20 мен 2-ні қысқартып жіберсек сразу, или 20 көбейту 10 бізде қанша? 200, 202 бөлеміз. 100, сонда бізде 221 так тең. Так, 221,1 ньютон шығады. Енді тең демейміз, давайте жуық мәнін алайық, өйткені біз мына жерде түбір асты 3-ті жуықтаған болатынбыз. Сонымен біздің жауабымыз 221, жуықтап даже 221 деп айтасақ болады. Осынша ньютон күшпен біз жоғары сүйрейді екенбіз. Ал енді екінші жағдайға көшеміз. Ал енді біздің екінші жағдайымыз тура берілгені бірінші суреттегідей, бірінші тапсырмадағыдай. Енді бұл жерде қандай айырмашылық бар болатын бізге былай айтқан. Енді көкжиекке 30 градус бұрышта орналасқан көлбеу жазықтық бойымен массасы 20 кг денені енді біз бір қалыпты төмен түсіруіміз керек. Ол үшін жазықтық бойымен әсер ететін күштің мәні қандай деп сұрап жатыр. Үйкеліс коэффициент сол баяғы 0,07 болса. Енді бұл есепті қалай шығарамыз? Енді бүйтеміз, дене бір қалыпты төмен түсіп келе жатса, демек жылдамдықтың бағыты төмен қарай. Демек біз осы жазықтық бойымен сонда дене қалай қарай қозғалады, солай қарай x осыны қойып алған дұрыс. Сонда бізде x осі бізде мына ось болып есептеледі қазір бізде. Енді біз бүйтеміз. Барлық күштердің x осіне проекцияларын жаза аламыз. Ауырлықтікі мынау, үйкеліс мынау. Тіректің реакция үшін просто алмай кете береміз, өйткені олар уже мына жерде уже қатысып қойған. Так, енді біз бүйтеміз. Қайтадан Ньютонның бірінші заңы, біз тұрақты жылдамдықпен төмен түсіп келе жатырмыз. Бірақ біз қарастырамыз, қай күш қалай қарай бағытталады. Ол күштердің барлығын осы нүктеден шығарайық. Ең бірінші оны төмен қарай тартатын қандай да бір F деген мына күшіміз табу керек. Екінші, бұл денені төмен қарай міндетті түрде ауырлық күші тартады. Және де осы денені төмен қарай түсіп келе жатқан денеге қозғалысқа қарсы болатын үйкеліс күші бар. Үйкеліс күші әрқашан қозғалысқа қарсы, сол үшін үйкеліс күшінің бағыты жоғары қарай, өйткені дене төмен түсіп келе жатыр, сол үшін үйкеліс қозғалысқа қарсы әсер етеді. Ауырлық әрқашан төмен, біз төмен қарай денені тартып келе жатырмыз. Енді бұл суретте не нәрсені байқап жатырмыз? Демек, бұл суретте тағы да тұрақты жылдамдықпен қозғалып бара жатса, денені төмен қарай тартып жатқан күштер мен жоғары тартып жатқан күштер тағы да тең болу керек. Енді төмен қарай тартып жатқан бізде уже екі күш бар. Біреуі біздің өзіміз тартып жатырмыз, плюс төмен қарай ауырлық күші де бізге көмектесіп жатыр. Жерге қарай денені тартқан жеңілдеу. Тең. Енді осылардың бізге қарсы болып жатқан күш тек қана үйкеліс күші болады деп тұр. F үйкеліс дейміз. Енді осы жерден біздің керек F күшімізді тауып алу үшін F тең болады. Демек, ауырлық күшін оң жаққа қарай өткізіп жіберетін болсақ, F үйкеліс минус F ауырлық деп таба саламыз. Сонда F тең болады. Үйкеліс күшінің формуласы μmg косинус альфа, ал ауырлық күшіміздің формуласы mg синус альфа деп жаза саламыз. Енді F тең болады. Мю 0,07 көбейтілген 20 көбейту 10 көбейту түбір асты 3 бөлу 2 минус mg. Так, 20 көбейту 10 көбейту синус альфа бізде 2-ден 1. Осыны есептейміз. Біз жаңада есептеген болатын тұғыз примерно мына жерден 121-де 1 шыққан. Тағы бір есептей салайық. Көбейту 200 көбейту так 1,73 бөлу 2. Тең астыңыздан 121,1 минус мына жерден бізде 100 шығады. 20 көбейту 10 200, 200-дің астына тұрған 2-ге бөлеміз, 100 шығады. Сонда 121-де 1-ді 100-ден алып тастаймыз. Бізде жауап 21,1 ньютон шығады. Демек, денені төмен қарай сүйреген жеңілірек. Жаңа біз жоғары қарай сүйрегенде екеуі қосылып кеткен 221 ньютон күшпен сүйрегенбіз примерно. Біз қазір енді 21 ньютон жуықтап алғанда 21 ньютон күшпен төмен тартып жатыр екен біз бір қалыпты сүйреу үшін. Ары қарай енді үшінші жағдайды қарастырамыз. Үшінші жағдайымыз
Көкжиекке 30 градус бұрышта орналасқан көлеу жазықтық бойымен массасы 20 кг денені енді 2 метр секунд квадрат үдеумен жоғары көтереміз. Бізде тағы да жаңадан қосылған үдеуіміз бар. Сол 2 деген үдеумен көтеру үшін біз жоғары қарай қандай күшпен көтеруіміз қажет деп сұрап жатыр. Енді үйкеліс коэффициенті бізде 0,7, белгінің бәрі сол баян, тек қана үдеу қосылды. Суретін қайтадан басынан сызып аламыз. Көлеу жазықтығымыз, жазықтық мынау, бірақ тек қана жоғары қозғалса біз x осыны сразу жасап алайық. Денеміз мұнда келе жатыр. Көкжиекке альфа бұрыш жасап тұр көлеу жазықтығымыз. Енді егер дене үдеп бара жатыр десе, міндетті түрде Ньютонның екінші заңы, сонда массасы м дене қандай да бір а деген үдеумен қозғалу үшін оған қандай да күштер әсер ету керек. Бір күш па, бірнеше күш па, соны қарастырамыз. Енді біз былай жасаймыз. Мына дене жоғары қарай а деген үдеумен қозғалып бара жатқанын біз білеміз. Енді осы x үдеуінің бағыты қалай қарай, демек x осінде солай сызып алдық, оның бәрі түсінікті. Енді біз қандай күштер әсер етеді, соны қарастырамыз. Демек, бұл дене жоғары қарай үдеу үшін оған қандай да f деген күш оны жоғары тарту керек. F деген күш әсер ету керек сонда оған. Тағы да қандай күштер бар? Міндетті түрде төмен қарай ауырлық күш әсер етеді. Үйкеліс күші міндетті түрде қозғалысқа қарсы бағытталады. Біз жоғары сүйреп жатқандықтан үйкеліс күшінің бағыты төмен қарай болады. Енді осы жолы енді үйкеліс күшінің бағыты төмен қарай. Тіректің реакция күші жазықтыққа перпендикуляр әсер етеді. Төрт күштің де проекциясын, F күштің өзі проекциясы, өйткені дәл ол x осінің бойында жатыр. Ауырлық күші, үйкеліс күші, тіректің реакция күштерінің проекцияларымен тұр. Енді біз ойланамыз. Ньютонның екінші заңы бойынша былай жазсақ, F тең ma демей, сразу ma тең F деп жазған дұрыс. Сонда массасы m дене a деген үдеумен қозғалады деп, сразу ma деп бастаған дұрыс бұл жерде. Тең болады F. Бұл F негізінде тең әсерлі күш болайын деп тұр. Сонда массасы m дене a деген үдеумен қозғалады. Оған әсер ететін қандай күштер. Бірақ бізде мына жерде қарап тұрсақ, 4 күш бар. Демек 4 күшті осы x осінің бойында проекциялауымыз керек. Енді қараймыз. Егер күштің бағыты x осінің бағытында болса, ол күшті біз плюс қылып жаза береміз мына жерге. Мына жерде бірнеше күштердің қосындысы мына f дегеніміз. Егер күштің бағыты үдеуге қарама-қарсы бағытталатын болса, ол күш бізде минус бола салады. Сонда массасы m дене a деген үдеумен жоғары шығып бара жатыр. Себебі оны жоғары қарай тартып бара жатқан күш F плюс болады алды. Және де қозғалса қарсы әсер етіп жатқан бізде, тежеп жатқан күш бізде үйкеліс. Және де ауырлық күші де бұл денені төмен қарай тартып бара жатыр. Ауырлық күшінің бағыты төмен қарай болып тұр. Сол үшін минус F ауырлық дейміз. N перпендикуляр. Сол үшін 0. Сонда біз мына теңдеуді алдық. Сонда массасы m дене a деген үдеумен жоғары қарай өтіп бара жатыр. Себебі оған мына 3 күш әсер етіп тұр деп қарастыра саламыз x ось бойынша. Енді бізге керегі осы f күштің өзі, сол үшін мына екеуін ары қарай лақтырып жібереміз. Ары қарай керегімізді орнына қоямыз да шығара береміз. Сонда f тең, f-ті оң жақта қалдырсақ, мына екеуін сол жаққа өткізсек, плюс болып өтеді екеуі. Сонда ma плюс f үйкеліс плюс f ауырлық. Енді f тең деп жазған ыңғайлы. Сол үшін f тең ma қосылған f үйкеліс қосылған f ауырлық бола салады. Сонда f тең болады ma қосу үйкеліс күшінің формуласы mu mg косинус альфа плюс ауырлық күшінің формуласы mg синус альфа болады. Сонда біздің мына f деген күшіміз денеге a деген үдеу беріп жатыр. Және үйкеліске қарсы әсер етіп жатыр. Және де ауырлық күшіне де қарсы әсер етіп жатыр екен. Осы үш күштің қосындысына тең болады екен. Ары қарай осыны соңына дейін шығарып жіберейік. F тең болады. Масса бізде 20, үдеу бізде 2-ге тең, плюс үйкеліс коэффициенті 0,7, 20 көбейту 10 көбейту түбір асты 3 бөлінген 2, плюс 20 көбейту 10 көбейту синус 2-ден 1. Енді біз тең, осы жерден ары қарай жалғастыра берейік. 20 көбейту 2 бізде 40, плюс мына енді біз шығарып қойғанымыз 121 шықты жуықтап. Примерно жуықтап 121 жаза берейін. 121-де 1 болған. 0,7-ні 20-ға көбейтеміз, 10-ға көбейтеміз. 3-ті түбір астан шығарып оған көбейтеміз, сосын 2-ге бөлеміз. Примерно осыдан шығады 121. Плюс мына жерден бізде қанша шықты? 100 шықты. Плюс
100 дейміз. Сонда біздің жауабымыз так 221 қосу 40 261 болып шығады. Примерно 261 ньютон күшпен біз жоғары қарай сүйреуіміз қажет екен, егер 2 деген үдеу беру үшін бұл денеге. Ары қарай төртінші жағдайды қарастырамыз. Ал енді біздің төртінші жағдайымыз көкжиекке 30 градус бұрыш жасай орналасқан көлбеу жазықтық бойымен массасы 20 кг денені 2 деген үдеумен төмен түсіру үшін жазықтық бойымен әсер ететін күштің мәні қандай деп сұрап жатыр. Үйкеліс коэффициенті 0,7-ге тең. Енді бұл есепті біз қалай шығарамыз? Демек, біздің денеміз төмен қарай өтіп бара жатыр. Демек, үдеудің бағыты төмен қарай. Демек, біз x осінде төмен қарай аламыз. Мына ось бізде x осі бағыты төмен қарай дейміз. Енді тағы да бұл денеге сразу қандай күштер әсер етеді, соны жазбаймыз. Бұны алға қарай, төмен қарай тартып жатқан F деген күш бар. Бұны төмен қарай тартатын mg, жоқ, просто ауырлық күші дей салайын, иә. Сонда мынаны қоя саламыз, сонда F ауырлық әсер етеді. Және де бұл дене төмен қарай түсіп бара жатқандықтан қозғалысқа қарсы бағытталып жатқан үйкеліс күші жоғары қарай бағытталып кетеді екен. F үйкеліс. Және де бізде тіректің реакция күші N бар. Енді осы үйкеліс, ауырлық N үшеуінің проекциясы. Мына F күш X осінің бойында болғандықтан оның өзі X осінің проекциясы F-тің өзі болып жасалады. Енді біз қайтадан Ньютонның екінші заңын жазамыз. Массасы M дене A деген үдеумен үдеп бара жатыр. MA тең F жазуымыз керек. Енді F қандай күштер? 4 күшті жазып шығамыз. Бірақ мынау 0, пока енді алмаймыз. Сол үшін енді бүйтеміз. Үдеудің бағытында қандай күштер әсер етеді? Біз F деген күшпен өзіміз тартамыз алға қарай. F. Және де төмен қарай тартып жатқан енді ауырлық күші де бар. Сол үшін біздің күшімізге ауырлық күші қазір көмектеседі. Плюс біз де тартамыз, жер де тартады төмен қарай. Тек қана біздің қозғалысқа қарсы болып жатқан үйкеліс күші ғана бар екен. Сонда біздің төртінші жағдайда формула былай жасалады екен. Енді бізге керек мына тартып жатқан F деген күшіміз. Сол үшін F деген күшті табу үшін бүйтейік. F-тің өзін оң жақта қалдырайық. Ауырлықты сол жаққа өтсек плюс болып тұр, сол жаққа өтсек минус болып өтеді. Үйкелісті сол жаққа өткізсек, ол минус плюс болып өтеді. Сонда F тең болады. MA-ның қасына мынау ауырлық күші минус болып өтіп жатыр. Минус F ауырлық. Үйкеліс күші ар жаққа өткенде плюс болып өткен. Сол үшін плюс F үйкеліс деп бірден жазуға салайық. Енді ары қарай осы күштердің формулаларын ашамыз. MA минус ауырлық күшінің формуласы сразу mg синус альфа. Үйкеліс күшінің формуласы плюс мю mg косинус альфа болып салады екен. Енді осы есепті шығарайық. Мәні қаншаға тең болады екен? Так, 20 көбейтілген 2 минус 20 көбейту 10 көбейтілген 2-ден 1 плюс 0,7 көбейту 20 көбейту 10 көбейту туғрасы 3 бөлу 2-ге тең. Мұнда бізде 40 шығады. Минус мұнда бізде қанша 100 шықты. Так, плюс мұнда бізде 121 шыққан. Сонда тең. Енді сонда так, минус 100 плюс 21, 21, 40, 61 ньютон. Сонда біз бұл денені 61 ньютон күшпен тартуымыз қажет екен. Төмен қарай, егер ол дене 2 деген үдеумен қозғалу үшін. Осымен 4 түрлі мысалымыз аяқталды. Келесі сабақ тағы да көкжиекпен қандай да бір бұрыш жасап тұрған көлбеу жазық бойымен дененің қозғалысын одан ары қарай зерттейтін боламыз. Осымен сабақ аяқталды.